Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 17 маусым 2024 жыл. Мынау Шымкент қаласы Яндекс таксидің кеңсесіне келдік. Саламатсыздар. Есімім Нақып Бақытжан. Мен сіздердің тұрақты тұтынушыларыңыз болам. Аудио бейне жүргізіліп тұр. Я не даю согласия меня снимать. Вы сіздер бұл жерде жұмыс жасайсыз ба, бұл жерде? Өзіңіз таныстырасыз ба? Кім аты жөніңіз? Аты жөніңіз кім? Телефон отключите, пожалуйста. Сіз өзіңіз таныстырмайсыз, бас тартасыз ба? Пожалуйста, отключите телефон, или я сейчас... Бауырым, айтыңызшы, өзін таныстырудан бас тартамын ба? Жоқ, мен фиксация жасауым керек. Себебі бұл сапа. Амандасып сөйлесіп, рұқсат сұрау қажет емес. Себебі бұл қызмет. Менің тұтынушылар туралы құқығым бар. Жоқ, оны түсініп тұрмын, иә. Тұтынушылар құқығында сен өзіңнің тұтынушылық құқығыңды қорғау мақсатында бейне фиксация жасауға құқығың бар. Бұл жерде заң бойынша менің азаматтық конституциялық құқығым бар түсіруге, өзіме фиксация жасауға. Оны неге онда өшір деп алсыз? Мен ертең бұны фиксация жасауым керек. Мен егер сіздер қабылдамасаңыздар, мен одан да үлкен неге салуым керек, әлеуметтік желіге жариялауым керек. Менің арыз-шағымды қабылдамады деп айтуым керек. Мен анандай жүгіріп жүре бермеймін ғой, дұрыс па? Жоқ, оны дұрыс қой, мен тыңдасаңыз енді. Иә. Кіріп, база жоқ, мен сізге рұқсат еткен жоқ, просто кіріп, бізбен амандасып, өзіңіз таныстырып. Сіз өзіңіз кім боласыз, өзіңіз? Мен осы жердегі менеджермін. Менеджер, есіміңіз кім? Галиул болады. Сіз сұрақты шешесіз бе, әлде бұл қыз шеше ме? Мен бұл қызды білмеймін да. Жүзек шақырыңыз онда. Жүзек шақырыңыз. Нақып Бақытжан. Мынау Яндекс таксидің кеңсесіне келдім, бірақ бұл жерде менімен сөйлесетін несі жоқ. Жүзек шақырып жатыр. Жақсы, жүзек шақырсы, мен тұтынушылар құқығым бойынша жаңағыдай түсіруге толық құқығым бар. Жоқ, енді кіріп бізден қыздан рұқсат сұрауымыз керек еді, боламын түсіріп андай видео бейнеу для своих подписчиков деп түсіндірсеңіз. Қой енді, ол мен айтып отырмын ғой, ол келе салып өшір. Мен клиентпін, клиент деп айтыңызшы, клиент тұтынушы. Клиент деп айтыңызшы. Я даже понять не могу. Ну, он сейчас в прямом эфире, зачем мне это надо? Телефон снимать. Почему мне это надо? Ну, знаю, что он хочет. Я клиент ваша. Ну, я понимаю, но я же не обслуживаю. Мне нужно фиксировать ситуацию, чтобы на дальнейшее... Вы фиксируете ситуацию, в 102 звоните. Фиксируйте ситуацию, как клиент. Почему 102? А зачем вы меня снимаете? Я вам пришел. Отключите телефон. Почему я должен отключать? Потому что вы должны отключить телефон. Шақырыңыз жүзекіңіз. Жүзекін шақыр. Я 102 буду вызывать, пусть разбираются с 102. Я жүзек келеді осы жерге. Шымкент қаласында Яндекс таксидің қызметкерлері осындай, мен келдім, сағат 3-ке шақырған. Сағат 3-ке келдім, бірақ келген қонақтарды осылай күтіп алады екен бұл жерде. Білмеймін неге, жүзек шақыр дейді, шақырды, жақсы шақырсын жүзек. Просто 102 шақырды. Бұл жерде Яндекстің несі ғой жаңағыдай. Мұны Яндекстің жарнамасы бәрі тұр ғой. Шымкент қаласы Рысқұлов көшесі, Ерімбетов көшесінің қиылысында. Хотела бы вызвать сюда наряд, потому что здесь человек в офис зашел, снимает меня, непонятно что хочет, вообще не объясняется. Мне нужно, чтобы подъехали люди и, с полицией, да, и зафиксировали этот момент. Раскулова, 10А, дробь 3. Ну, а я куда звоню? Что, даже? Через 9-ку? Хорошо. Құрметті қазақ елі, жалған ақпарат беріп жатыр полицияға. Какой-то мужчина деп, мен не понимаю дейді. Бұл клиентіміз деп айтпайды. Мен бұл кісіге айттым, клиенттеріңіз болам, тұтынушыларыңыз. Бірақ мен фиксировать етуім керек бұл жағдайды деп айтып жатырмын. Менен шағымдарымды қабылдау керек. Бірақ жалған ақпарат беріп жатыр полицияға. Неге жалған ақпарат береді полицияға?
Здравствуйте. Хотела уточнить момент. Я вот нахожусь в офисе, у нас Яндекс Такси. Заходит ко мне человек, начинает снимать и не даже представляясь, что он вообще хочет, какая ситуация, имеет ли он право это делать. Скажите мне, пожалуйста. Я Да, клиент, отправьте, я пожалуйста, клиент. экипаж Искулова 10А/3. Я клиент ваш. Яндекс Такси. Дробь 3. Это Искулова вдоль дороги. Да, офис Яндекс. Баба Жанова. Спасибо. Все, можете пока выйти, там подождать полицию и вместе с полицией зайдете. Siz аты жөніңіз кім болады? Я не собираюсь с вами разговаривать. Аты жөніңізді таныстырмайсыз ба? Покиньте, пожалуйста, помещение. Аты жөніңізді таныстырмайсыз ба? Пожалуйста, покиньте помещение. Жақсы, қазір полиция келсін, аты жөнін таныстырмайды өзінің. Мен ойлаған едім, бұл жерде Яндекстің несіме келетін адамдар мынау кісі енді түсініп тұр бәрін. Мен жаңа түсіндіріп те айтқам, сағат 3-ке шақырған деп, ал бірақ түсіндірмей Я жатыр. поговорю с ним, бегу. Уже 102 едет. Не надо с ним Ладно, разговаривать. Жоқ, көрдіңіз бе, мынау жалған ақпарат беріп жатыр да. Мен кто он, что он деп, даже мынау бүйтіп қарым-қатынас орнатқысы да келіп жатқан жоқ та. Бұл сіздердің имидждеріңізге қаншалықты дұрыс келеді? Қазір басқа таксилерде шығып жатыр қазір. Енді қолға алып жатыр басқа таксилерде. Бірақ сіздердің мынау бәсекелестікке бұның ертең зиян тиеді деп есептемейсіздер ме? Не, он жағынан не есептейміз, просто қараңыз. Ертең мен білмеймін, мынаны әлеуметтік жерге жариялағаннан кейін мүмкін Шымкенттің халқы мүмкін Яндекске бойкот жариялайтын шығар, мен білмеймін ғой оны. Мысалы, мен алдын ала айта алмаймын. Мына ситуация мына жағынан қарайық. Есіңіз кім дедіңіз? Бақытжан. Бақытжан Бәке, иә? Атым ғалым болып. Ютубты ашыңызшы, уақыт өткізбейікші. Білесіз ба, көрдіңіз ба ситуацияны? Просто мынанда бүйтіп істеу керек, Бәке. Кеп ең бірінші видеокамераны қоспай, ол жағын ештеңке деп жатқан, түсіресіз. Просто өзіңіз мен өзімді таныстырдым, айттым, видео... Жоқ, Бәке, екінші этап. Сіздерге осы сұрақтарым бар еді. Екінші этап. Үшінші этап, рұқсат па? Видеоға өзім үшін, өзім жарнама үшін түсіруге боламын. Кешіріңіз, мен оны өйтіп рұқсат сұрауым қажет емес. Мен ол кісіге келдім, түсіндірдім, айттым, есімім Бақытжан, мен сіздердің клиенттеріңізбін деп айттым. Мен сізге де айттым, ана қыз вообще тыңдағысы да келіп тұрған жоқ. Оған мүмкіндік те беріп жатқан жоқ. Азанда келдіңіз бе? Жоқ, мен азанда емес, мен сенбі күні сіздердің нелеріңізді тұтынғанмын, қызметтеріңізді. Ол күн демалыс болып қалды. Мен сол күнде звондадым, мына жерге келіп тұрып звондадым. Сөйткеннен бір қазақша сөйлейтін қызметкерлеріңіз алды. Мен бүгін сағат 3-ке шақырды осы жерге. Сөйтіп, мен күтіп отырмын бағанадан бері. Өзіңіз де көріп отырсыз, 20 минут болды күтіп отырғаныма. Енді минус көресіз. Енді қазір келсем, мен бұны фиксация жасауым керек. Ертең бұлар қандай шешім қабылдайды, ана жаққа не деп айтады, мүмкін ложный информация, ақпарат береді ма? Ол менің де ар-намысыма тиеді. Мен де тұтынушы ретінде оның бәрін фиксация жасауым керек. Бұл қызмет бабында бұл имейдж, не имейдж деп тұрған дұрыс емес негізінде. Именно сіздің қандай сұрақтарыңыз? Мен водительге шағымым бар. Сол шағымды қабылдау керек. Мен сол үшін келдім. Сіз шағымды именно водительдер, біздің таксопарктың водителері ма? Мен Яндекс деп тұр. Яндекс. Мен білмеймін ол қандай таксопарк па, или қандай парк, мен түсінбеймін оны. Яндекс па, Яндекс келдім. Бұл случайно келіп... Қалай случайно? Жоқ, случайно емес. Случайно емес, выборочно келіп түсі ғой сонда. Выборочно емес, мен осы неге қараймын, осы районға қараймын. Өзім осы жерде тұрғылықты жерімді, осы районның мына сіздер представительдер болып тұрсыздар. Енді бұл жерде сондай дұрыс ақпарат беру керек қой маған. Сіз осы жерге баруыңыз керек, или болмаса бұл жерде біз қарамайды, мына жақта головной деген сияқты. Бұл қыздікі, мен білмеймін, өзі келді, имейте, анау, мынау, короче, дұрыс емес нәрсе істеп жатыр да. Бұл керісінше күліп қарсы алып, иә, мен осындаймын, сіздің сұрағыңыз қандай, мен болмаса тілді түсінбеймін, или тағы бір нәрсе, жасау керек та қызметін. Мен қанша уақытымды не қылып жатыр. Жақсы, 102 шақырды, мен де құқықтарым бар, мен 102-ке түсіндіріп айтамын, ары қарай шешім қабылдаймыз, көреміз. Кім сіздердің бастықтарыңыз негізі? Ол кісілер қазір келеді, олар естіді. Естіді ма, келеді ма? Жақсы.
қазір құрметті қазақ елі 102 шақырды. Мына жердегі Яндекстің қызметкері қызы. Сол 102-ні күтіп тұрмын. Қазір енді 102-ні енді өздері шақырып тұр, мен шақырған жоқпын. Мен тек қана қызметтің сапасын бақылау мақсатында осылай әлеуметтік желі арқылы, тікелей эфир арқылы білмекші болдым. Мына Яндекстің біздің қаншалықты бізге сапалы қызмет көрсетуге дайын екендіктен. Себебі мен жүргізушілердің несін көрдім ғой, қарым қатынастарын. Сол бойынша қалай шағым қабылдайды екен деп, осы жерге арнайы келдім міне Яндекстің офистарына. 102 шақырды, полиция қызметкерлері келсін, қазір жағдайды анықтайтын боламыз. Неге жалған ақпарат беріп жатыр полицияға? Мен клиенттеріңізбен деп айтып жатырмын. Қасында тілді түсінетін жігіт бар мысалы. Ал енді құрметті қазақ елі, мынау Яндексті қолдап жүрген кешегі анау жаңа керек болмаса заказ бермей деген мына Яндекстің кеңсесінің өзінде мынандай осындай жағдай болып жатыр. Непонятный мужчина, анау мынау деп сондай жалған ақпарат беріп жатыр. Қазір учаскелік полиция келетін шығар. Қазір көреміз, полиция келсін. Қазақ елі, мына Яндекске осынша ақша төлеп жатырмыз, қызметін тұтынып жатырмыз, бірақ біздің конституциялық құқығымыз бар, мына тұтынушылар туралы құқықтар бар, мәдениетті клиенттермен дұрыс қарым қатынас жасау, осындай бүкіл нәрсенің бәрін, қызметтің сапасын көтеру мақсатын халық дұрыс түсінбей жатыр. Себебі кез келген халыққа қызмет көрсететін жерінде сыпайы қызмет көрсету керек, мәдениетті түрде қызмет көрсету керек. Бұл Шымкент қаласы бізде мегаполис болып есептелінеді. Мегаполис деген бұл үлкен мынау халқының саны, мынау үйлердің саны, осындайлардың барлығы өзінің деңгейіне жеткенге ол мегаполисқа айналады. Енді қазір Шымкент мегаполисқа айналғанымыз, бірақ кішкене мәдениетіміз дұрыс орнына келмей тұр. Енді мен жалғыз мен емес, ертең халыққа да осындай қызмет көрсету кезінде осындай нәрселерге ұшырауы мүмкін. Сондықтан мен халықтың атынан, өзімнің атымнан осылаймен көрсетіп айтуға құқығым бар да. Енді мен арнайы уақыт бөліп келіп отырмын бұл офисқа, кеңсеге. Мына кешегі Яндекстің видеосын салған кезде неше түрлі комментарий, пікірлер жазды, жаман пікірлер мысалы. Бір жерің шыдамаса заказ берме, тағы бір нәрсе деп. Ал қызметтің сапасы ше, мысалы, сіздерден ақша алады, бірақ оны маңызды емес, ол қиналып жұмыс істей ма, ол жерде қиналмай жұмыс істейді ма. Факт, что Яндексте жұмыс жасап жатыр. Тұтынушы клиенттер шақырады. Олар сол тұтынушыға қызмет жасайды. Ол жерде маңызды емес, анау тұтынушы қателесіп кете ма, тағы бір нәрсе бола ма. Жұмыс болған екен, ондай нәрселер болады. Соны дұрыстауымыз керек біз. Қызметтің сапасын көтеруіміз керек. Алла. Білмеймін, алдағы уақытта осы халыққа осындай қызмет сапасы ұнайтын болса, онда дұрыс не беру керек та, халыққа дұрыс түсінік беру керек, халыққа дұрыс бағыт бағдар беру керек. Бұл ертең тағы да басқа адамның несінде қайталануы мүмкін ғой. Так. Естіліп жатыр ма? Ассалаумағалейкум. Эфирге қош келдіңіз. Рахмет. Комментарий ашсаңыз, комментарий жабық қой сіздерді.
Сіздің есіміңіз кім болады? Есімім Мұрат. Мұрат мырза, мен комментарийді әдейі жауап тастағам. Себебі мынау біздің мәдени неміз жетпейді оған. Комментарий дұрыс жазбайды анау. Неше түрлі ойына келген сөздер жазады. Сөйлейтін адамдар шығып осылай сөйлесе, өзінің ойын білдірсе болады. Өзінің пікірін, ойын осылай шығып айту керек та. Түсінікті, дұрыс. Негізі істеп жатқаныңыз дұрыс. Менің мақсатым қызметтің сапасын көтеру. Мына Шымкент қаласында, мына мегаполис дейміз ғой Шымкентте. Мына жүргізушілер мәдениетін көтеру, тұтынушылардың мәдениетін көтеру деген сияқты. Дұрыс қой, енді сервисті де көтеру керек қой. Енді мегаполис Қазақстанда екінші немесе үшінші орында алады да, Шымкент қаласы мысалы. Ал Шымкент қаласында бұндай жағдайлардың болып жатуы бір өте үлкен ұят нәрсе да. Дұрыс, жақсы. Жақсы, рахмет. Құрметті қазақ елі, егер пікірлеріңіз осындай шығып айтыңыздар видеоға. Ассалаумағалейкум Бақытжан аға, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. Жақсы, шүкір, қалайсыздар? Жақсы, шүкір Аллаға, аман есен. Қайда жүрсіз? Мына Яндекстің кеңсесін көрген. Қызметтің сапасын, мынау жүргізушілерге қызмет сапасы бойынша. Сол жерде қазір мынау полиция шақырды, мынау Яндексте жұмыс жасайтын қыз. Сол қазір полицияны күтіп тұрмын, сол туралы қазір. Білмеймін, полиция қанша уақытта келеді? Негізі. Естілмеді. Сізде қандай сұрақ? Менде жалпы сіздің жағдайыңызды білейін деген қалай... Жақсы, онда кейін сөйлесейік, жағдай туралы, иә? Жақсы, бәке. Жақсы. Құрметті қазақ елі, қазір кім ойы бар, кімнің пікірі бар, шығыңыздар, қонақ болып көтеріліңіздер, сосын барып айтыңыздар өз ойларыңызды. Комментарийді өшіріп тастағанмын. Себебі мынау біздің қазақ елінде комментарий жазу бойынша сыпайылық, мәдениеттілік жетпейді. Себебі пікірлерде, комментарийда қалай болса солай жаза береді. Ол дұрыс емес деп есептеймін. Сондықтан бұл жерге шығып, жоғары көтеріліп, өзінің ойлары болатын болса, өздерінің ойларын осы жерге видеоға шығып, ойларын нақты анық сөйлесіп жеткізу керек. Мен айтам деп ұмыт кеттім ғой, Бақытжан аға. Иә. Мен сіздің бастамаңызды қолдаймын. Әрқашан мен сізге жазылып қойғам. Сізге көмек, қолдау керек болған жерде мен әрдайым сіздің қасыңыздан табылуға мен дайынмын. Осыны айтайын деген екен ғой негізі. Жақсы, ондай қолдауларыңыз бар. Қолдаймын. Әрқашан қазағымның мүддесін ойлаған әрбір азаматты қолдауға дайынмын. Ассалаумағалейкум Қуат аға. Уағалейкум ассалам. Шымкенттің қазір сонда екі қазаққа қазақ тілі керек пе? Бұл 2 миллиондық Шымкентте 1 миллиондық. Мынау қазіргі оқиғаға байланысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болатын болса, жоғары көтеріліп айтсаңыздар болады. Яндекстің кеңсесіне келдім қазір.
кешегі оқиға бойынша жүргізушіге шағым түсіру бойынша келді. А сіз анау приложениеда не бар ғой, жалоба тастау? Ол шағымды жаздым. Ол шағым мынандай не түрінде кетеді? Оны ешқандай дәлелі ешнәрсесі жоқ та, ары қарай қарайтынына, қарамайтынына. Мына жерде видеоға түсіріп, қандай шағым екенін айтып, бәрін дәлелдеп, сосын әлеуметтік желі арқылы осыны қолға алып, мынау Шымкент қаласының Яндекс болсын, басқа жүргізушілер болсын, солардың мәдениетін көтеру мақсатында осыны жасап жатыр қазір. Оның ішінде қазір тіл мәселесі де болды, қазақ тілі мәселесі де. Қазір 102 шақырды, полиция шақырды. Мен сол полицияның алдында мен қазір өзім құқығымды қорғап айтуым керек, тұтынушылардың құқығын қорғауым керек. Сосын анау боқтағанға арыз жазуға боқтады ғой ол мен кеше. Иә, соның бәрін жинап, осы жүргізушіге мынау басқа жүргізушілерге үлгі ретінде көрсету керек та. Егер мынау тұтынушылармен дұрыс қарым-қатынас жасамасаңыздар, осындай болады деген сияқты. Иә, дұрыс. Арыз жазылғанға қарсы уәжі бар деп, қарсы арыз берілу керек. Қарсы арыз берілген жерде міндетті түрде сот болады. Ана кеше кейбір көрермендер айтады, мынау Яндексте жүргізушіде нең бар, жаңағыдай. Өзі қиналып жүр ғой. Бұл жерде мәселе оның қиналып жүрме, қиналмай жүрме оған қатысты болмайды. Оның қызмет бабына қатысты болады мәселе. Иә, компанияға қатысты ғой. Иә, осы Яндекстің атынан шығып жүр, ол Яндекстің ақшасын, біздің халықтың ақшасын алып отыр, соны қолданып отыр. Ана халық дұрыс түсінбейді де, жаңағыдай Яндексте оңай емес, анау мынау деп солай сөйлейді да. Иә, болды. Бақытжан аға, жақсы. Мен кез келген уақытта дайынмын. Жақсы. Енді былайды, адам Яндексқа барғанда қызметті дұрыс көрсету үшін барып атқан жоқ қой. Адамды боқтап, ар-намысына тиіп, сен чортсың, анау телефонды алып тастасың. Адам Яндексқа сол үшін бара ма? Сосын бүйтіп айтады да, жаңағыдай шыдамасаң заказ берме, жаңағыдай. Ақшаң жоқ болса нең бар дегенде, сонда бұл не халыққа арналмаған жоба ма бұл сонда? Жоқ, қараңыз, Баша мырза, кәсіп болғасын, сен халыққа қызмет етуге барғасын, сен адамға қызмет көрсетесің, өз бір мәдениеттілік бар да, барасың, міне күтесің, товарыңды бересің, саламатсыз ба, міне сен кәсіпке барғанда сапалы кәсіп қызмет келесіде тағы саған хабарлассын, сондай оймен барасың ғой. Сен барып боқтап, анау мынау деп сол үшін бармайсың ғой, боқтап, нахуй деп. Келесіде сені шақырмайтын, анау Яндекс звездочкаға минус қоятын, сол үшін бармайсың ғой сен. Қазір біздің халықтың мәдениеті, мынау камераға түсірген адамды ойлайды екен, жаңағыдай бәлеқор, тағы бір нәрсе деп ойлайды екен. Бірақ негізінде бұл халыққа пайдасы тиіп жатқан жоба да, мысалы. Иә. Халыққа пайдасы тиеді, ол ертең сенің алдыңда мәдениетті сөйлейтін болады, сені сыйлайтын болады осы арқылы, камера арқылы. Иә. Сонда кімге пайда, кімге зиян, қайта халыққа жақсы емес пе? Иә. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, көтеріліңіздер, қонақ болып шығып, өз ойларыңызды видеоға шығып айтыңыздар. Мен комментарийді өшіріп тастаған себебі комментарий қажет емес. Иә. Бұл жерде былайда біз анау бұрынғы Совет одағының мынау түсінігімен қалып қойдық та, сен терпелісің ба, қайтесің, ол итаки өз күнін әзер көріп жүр ғой, ол оған ондай құқық берілмеген ғой, ал клиентті боқтауға, мысалы бәсекелестік деген нәрсе бар, басқа таксилар бар, мысалы өзіміздің отандық өнімдер бар, мысалы басқа таксилар бар, соларды да қолдайық мысалы. Иә. Яндексті ғана емес, басқа бәсекелестік болған жерде сапа болады міндетті түрде. Сапа болған жерде халыққа қолайлы болады, жақсы болады халыққа. Иә. Енді Яндекс такси жабық тұр ма, ашық тұр ма? Жоқ, қазір 102 шақырды, полиция шақырды, ішіндегі қыз какой-то мужчина анау мынау деді, қазір полиция келу керек, 102 шақырдым. Дұрыс. Мен шақырған жоқпын, олар шақырды полиция. Мен түсіндірдім, мен клиент болам, қасындағы кісі бәрін түсіндіріп айттым, бірақ ана қыз тыңдамай
полицияға жалған ақпарат беріп какой-то жоқ бақытжан мырза ол дұрыс сізде өз полицияңызды шақырып сізде 102-ге хабарласуыңыз керексіз. жоқ қазір олардың полициясы келсін, себебі мен өткенде мынандай жағдай болды ғой, сот орындаушымен полиция шақырған кезде екеумізге бір участковый жіберді. Мен өйткені шақыртқанда басқа наряд жіберетін, білмеймін. Біреу мысалы участковый, біреу жай наряд. Сол кезінде өкінішке орай Қазақстанда солай да шақырғанның полициясы сол прав болып көрінеді шақырған адам. Сол жерде былай айтты ғой, екеумізді бір участковыйға жаза береміз ба деп едік, бір участковый келіп, екі вызовты екеуіне арызды қабылдап кетті. Сол кезінде Яндық қызметкері мемлекеттік тілді білмейді, иә? Оның біреу қасындағы менеджері біледі екен, екіншісі сол мені қабылдайтын қыз білмейді екен. Енді сіздің тұтынушы ретінде құқығыңызды бұзып отыр ғой. Сізге мемлекеттік тілде қызмет көрсетпей жатыр, иә, дұрыс па? Солай түсініп. Ол бірінші мәселе, екінші мәселе менің тұтынушылар құқығым бар ғой бұл жерде. Сонда қорғау. Иә. Ассалаумағалейкум. Сіз кімсіз? Өзіңіз таныстырасыз ба? Мен бағана ол көрдіңіз бе? Жоқ, көрдім, бірақ өзіңіз таныстырыңызшы, күзетші болсаңыз. Күзетшісіз ба? Ана бейджигі қайда бұл же қаңғырып жүрген бір қаңғыбас қой. Куәлігіңізді таныстырайықшы. Куәлігің қайда? Кім бұл? Мал бағып жүр ма? Не істеп жүр? Жұлдыз. Тоқтап тұрыңыз, ондай. Жоқ. Сіз кімсіз? Қаңғырып жүрсіз ба? Не істеп? Қаңғырып жүрген өзің болатын шығарсың. Ағасы, мен оны өшіріп тастадым. Ол басқа танымайтын адам. Жоқ, танымайтын ба, танымаймын ба? Сіз маған куәлігіңізді көрсетіңіз. Көрсетпеймін ешкімге. Немесе өзіңіз таныстырыңыз. Куәлігімді ешкімге. Онда мен сізбен сөйлеспеймін, мен сізді танымаймын. Мен сізді білмеймін кім екеніңізді. Мен мына Яндекске келдім дедім, жаңа айттым сізге. Қазір бұлар полиция шақырды Яндексте. Бұл арендатор ма сіздерде? Иә. Арендатор болса, болды, өзінің жұмысын істеп отыр ғой, мен де өзім жұмысымды істеп отырмын. Жоқ, өзіңіз жұмысын істегенде маған да не қылып жатыр ғой, камера мына жерде. Не істеп жатсыз дейді камера. Не істегенде полицияны күтіп тұр деп айтыңыз. Сөйтіп айтсаңызшы, мен де соны айтып отырмын. Пәлен түгенде не қылып жатсыз? Сіз барлық адамды осылай тексересіз ба артынан келіп? Барлық адам жоқ, коридорда жарты сағаттан көп жүрген адам бәрін тексереді. Мен түремін ол жерде. Мынау кісілер офистарынан шығарып жіберді, қазір полиция шақырды. Полиция келсін. Олардың это их проблема. А то анау кісі кім ол? Жоқ, ол танымайтын, мен танымаймын ағасы. Жоқ, мен де танымаймын, кім ол? Мен танымаймын. Бақытжан мырза, бұл жерде бейджик болу керек. Жағылмау керек та анау. Ешнәрсенің қажеті жоқ, ондай сөздердің қажеті жоқ. Жоқ, Бақытжан мырза, адам бұл жерде күзетші, фамилия аты. Бізде сондай түсінік қалыптасып қалған, ертең халық айтады, сен неге күзетшіге тиісесің дейді. Өз күзетші деп тұр, бірақ ешқандай құжаты жоқ күзетші деген. Ешқандай маған өзін таныстырмайды. Оларда анау сондай жүйе жасап қойған. Күзетші болғаннан кейін оның үстінде арнайы киімі болу керек, оның күзетші екенін білдіретін. Мысалы, полицияның үстінде формасы бар, оның полиция екенін білесің. Доктор болса, оның доктор екенін білесің, үстінде формасы бар. Ол өзін одан кейін келіп таныстыру керек. Мен осындай есім осындай болады. Құрметті азаматым, мен сізді осындай жағдайда сұрап тұрмын деп. Ал бірақ бізде өкінішке орай ондай мәдениет қалыптаспаған ондай. Айтып отырмын ғой, халықтың мәдениеті комментарий жазуға дұрыс сәйкес келмейді. Анау комментариймен өмір сүретін секілді, бір басқа әлем. Жоқ, комментарийдің мәні болу керек, мағынасы болу керек, мақсаты болу керек қой. Мақсатсыз жаза беруге болмайды ғой. Қараңызшы, қалай күшті бәрі, евроремонт, бірақ адам құқығы бір малмен теңеп қойған, келеді, сен кімсің, түсірме, деп қалай сөйлейді, келіп амандасып, саламатсыз ба,
мен осы мекеменің күзетшісі боламын, есімім анау осындай. айтып тұрмын ғой, мына халықтың мәдени сауаттылығы, мәдени деңгейлері қалыптаспаған ғой. Ол кімге келсе солай былай сөйлеп айқайлап былай тұр деп үйреніп қалған да бәрі. Кімсің сен деп. Иә. Бастықтар звондап жатыр дейді. Бастықтар не қылады ол звондап? Біреудің шаруасына араласып. Бастықтар. Менің есімім Нақып Бақчан деп айттым сізге. Очень приятно. Мен сіздің клиентіңізбін деп айттым. Наша компания. Жоқ, мына Яндекстің клиенті. Хорошо. В городе 65 парков. Енді маған айтыңыз, мен қайда барамын? Мен дабыл білемін, мен звондадым сізге. У вас есть чек по поездке? Жоқ, чек емес, мен мына жерге келдім. Мен звондадым мына жерге. Маған келіңіз. Водителям совершили поездку. Мына Яндекстің қызметкері маған дұрыс емес ақпарат берді. Мені түсінбеймін дейді. Еще раз объясняю. Вы совершили поездку. Каким водителем совершили? В городе 65 парков. Неге номері жазылмаған? Яндекс таксопарк номер жоқ. Хорошо. План сервис Яндекс такси. Мен қаяқтан білемін оны? Мен қайдан білемін? Мен Каспиймен төледім. Водительдің бәрі тұр, мен номері, данные бәрі бар. Бәрі бар. Енді бәрі бар ол жерде. Сіздер неге Яндекске көмектеспейсіздер? Неге маған айтпайсыздар? Бағана соны неге маған айтпайсыздар? Мен келдім, мына жерде қанша минут жүрдім? Жоқ, дұрыс басталмағанда сіздер басында келген кезде маған бірден айтуыңыз керек. Қандай, қай водительге? Жоқ, сіз жала жаппаңыз. Менде видеода бар. Мен сізге ертең мына видеоның бәрін шығарып, әлеуметтік желіге айтамын. Мына қызметкерлердің салғырттықтарын да айтамын. Сіздер уайымдамай-ақ қойыңыздар. Сіздер маған онда айтқан жоқсыздар. Қай бар, қандай. Мен білмеймін, Яндекс деп келдім мен. Бағанадан бері айтып жатырмын. Яндекс деп айттым. Сіз бастықтар келе жатыр дедіңіз. Олар келе жатыр. Звондан шығасыз. Көрдіңіз ба, звондамайсыздар. Сіздерге клиенттерге жандарыңыз ашылмайды. Сіздерге бәрібір. Мен осында саламын. Именно сол. Мен сізге тауып бер деп жатқан жоқ. Мен мына Яндекстің представительсіз ба деп едім. Енді қайталап айтыңыз, паркті қалай анықтаймын? Номерлары бар, данныйлары бар. Марка машины, номер и айпад. Соған басасыз, партнер. Партнердің мағанасы полный индекс. Ол мен онда приложениеден тауып аламын. Айпады. Түсіндіру керек қой. Мен сізге удостоверение беруге міндетті емеспін. Сіз кімсіз маған удостоверение сұрайсыз? Жаза беріңіз, маған жаза беріңіз. Ой, қойыңыз ашайын.
Вы не хотите, да, отвечать? Не можете. Сіз өзіңіз таныстырған Если жоқсыз. вы мужчина, Сіз өзіңіз таныстырған жоқсыз. если вы мужчина, ответьте. Заңда еркек, әйел бөліне ме? Без разницы нет. Ты, баба, говори на казахском языке. Болды, жақсы. Мен Если я сіздерден вам ақпарат сейчас алдым. покажу свое удостоверение, жаза что я беріңіз. по нации, вы Жаза тогда беріңіз. поймете. Жоқ, мен сізге нация туралы айтқан Да? жоқ. По-казахски Сіз разговариваете. Что жақындамаңызшы, мне говорить? жақындамаңызшы, жақындамаңызшы. Что вы? Дистанция. Я дистанцию Полтора держу. метра. Я Полтора держу метра. дистанцию. Давайте пойдемте заявление напишем. Почему пойдем? Я на вас буду писать заявление. Менің уақытым жоқ қазір. Мен 20 Видите, минут тоже күттім. уақыт. Поехали. Ну, Бахчан Мырза, не ведитесь на провокацию. Нифига себе, вы такой интересный. Здесь ущемляют мои права. болды, сіз Реально маған меня арыз снимают. жасаңыз болады. Арыз жасаңыз болады. Хорошо, Мен сізді мен танымаймын. Мен мына Яндекске келдім. Сіз мені алдымнан Хорошо, шықтыңыз. Иә. хорошо, давайте. Болды, жақсы сау болыңыз. Мыналарын масқара ғой, кәдімгі. Йоп. Кәдімгі секіріп жатыр ғой мынау қатын. Жеке куәлігімді бер дейді маған. Жоқ, мыналарын әбден құтырған ғой, мыналарын әбден құтырған ғой. Кәдімгі анау. Жүріңіз маған. Анау. Жекке барамыз, анау мынау. Не, провокацияға нетіп жатырды. Маған керек. Сіздің есіміңізді білуім керек. Айтпайсыз ба? Өзіңіз таныстырмайсыз ба? Мен неге таныстырдым деп. Сіз күзетшімін дедіңіз ғой жаңа. Я күзетшімін. Бірақ есіміңізді айтудан бас тартасыз ба? Бас тартасыз ба? Бас тартасыз ба? Неге таныстырдым керек? Бас тартасыз ба? Жоқ, неге үшін таныстырдым керек? Жоқ, мен есім Нақып Бақытжан. Аудио бейне жүргізіп жатырмын. Сіздің есіміңіз маған Жоқ, керек. неге жүргізесің аудио? Сен менен рұқсат сұрамайсың. Мен сізден рұқсат сұрауым қажет емес. Қалай қажет емес? Қызметтемін деп отырсыз қазір. Мен өкіметтің қызметінде емеспін. Ол айырмашылығы жоқ. Айырмашылық. Аға, есіміңізді айтпасаңыз, онда мен кете беремін. Бар кете бер. Болды, жақсы. Шыны ақылды болмасаң да сөйтіп. Міне Жоқ, анаған мал бағу керек қой, күзетшіміз істемек. Бұл жердегі Шымкент қаласындағы күзетшілердің 50-60% осындай. Себебі ол күзетшілерге ондай нақты не жоқ бізде. Анау Үйретпейді, үйретпейді. Ол тек қана өзінің бір несін ғана алады да жаңағыдай. Құрметті қазақ елі, мен қазір көшіре тұрайын, Яндекстің несін табайын жаңағыдай. Мен өзіме қажетті Яндекс табайын, сонымен тағы қосылатын боламын. Назарларыңызға рахмет.